кішкене көрсетіп кетсем, бала дүниеге келгенде кіршіксіз, таза, ақ, мөлдір, күнәсіз, пәк болып дүниеге келеді. Ол өсе келе жаңағыдай қоғамның, басқа да достарының, енді достар дегенде бәрі жаман емес, жалпы жаман қасиеттері болады. Бір адамның бойында жақсы да жаман қасиеттері болады. Соларды алу барысында бала ластанатын екен. Және миы, көршілер бар, миы уланатын екен. Және де интернеттегі кейбір керексіз сайттарға кіру, керексіз видеоларды, трендтарды көру арқылы ластанатын екен. Ал сол кезде бала ластанып, осындай күйде жүрген кезде баламен жұмыс жасалмаса, ол бала осындай күйде тұра береді. Осындай ластанған бала, осындай миы уланған баламен қалай жұмыс жасар едіңіздер сіздер? Балаға бір сәт уақыт бөліп, оны сөйлесу арқылы оның жай жағдайын біледі жасаймыз. Яғни сынып жетекші ретінде мен жұмыс жасасам, ата-ана ретінде сіздер жұмыс жасасаңыздар, бала не болады? Тазарады. Бала яғни таза күйге келеді. Ал ондай таза бала, біз әр баланы тәрбиелеп отырмыз ғой, ондай таза бала қоғам жаңағы көршілер, басқа да достар, интернет арқылы тапқан достары болсын, яғни оларды қоғамды жақсартады. Яғни біздің қолымызда әрбір баланы жақсарту арқылы біз қоғамды өзгерте алатын екенбіз.